Аяқ киімнің қыздар негізгі бөлігі толықтай тоқылып бітті. Мінекей артында тоқып біттік. Менікінде 10 жолақ еді, соңғы 10-шы жолақ бітпей тұрған еді. 19 қатар. Енді қыздар, бұл размерден үлкен болса, қарайсыздар. Мысалға, мынау 36-37 размерге 10 жетіп тұр, 38-39-ға 10 жетпеуі мүмкін. Яғни мына жерде қысқа болып қалуы мүмкін. Аяққа киген кезінде көресіздер. Қысқа болатын болса, тағы да бір жолақ қосасыздар. Әрі қарай 40-шы размер болсын, 39 болсын, 41-42 болсын, осы аяқ киімнің размеріне қарай. Мына жерлерде сондай размерге қарай, егер де қысқа болып жатса, мынау язычок қысқа болса, онда міндетті түрде қосылады. Мына жер қысқа болса, яғни бұл язычоктан шамалы 1-2 не түсіп тұру керек қой. Бұл да қосылады, мына жағы да қосылады, солайынан қоса бересіздер. Ал егер де аяққа тура келіп жатса, онда қоспайсыздар. Мына жерді тоқыған кезінде де айтқан едім, аяқ ұзын болатын болса, мынау жалпақ болатын болса, мынау қатты ұзын болмау керек. Шамалы 1-2 жолақ түсіріп тоқисыздар, себебі мына жерден аяққа симай қалады да, мына жер симай қалуы мүмкін. Сол үшін жалпы мына тоқылу бітіп тұр. Енді мына жерде әрлеген едік қой, мынау рачишак деп аталады. Осыны ары қарай көрсетем. Мына жерде мен тоқып бітіп тұрмын. Мына жіп қалып тұр да, кішкене жіп. Осы кішкене жіппен қазір былай қарай мына жерге дейін әрлеуін көрсетем. Одан кейін бұл жерді аяқтайсыздар да, мына жақтан бастап, осыдан бастап әрлеп, осылай мына басталған жерге дейін әрлейсіздер. Одан кейін тілінде тура осылай мына жерінен бастап былай қарай соңына дейін әрлейсіздер. Егер де әрлегілеріңіз келмесе, осы күйінше қалдыруға болады. Осы күйінше де қалса болады. Бірақ әрлесеңіздер шамалы әдемілеп көрінеді да. Жаңа рачишакпен айналдырып тоқып шықсаңыздар. Қазір соны қалай тоқитынын көрсетемін мен сіздерге. Кішкене жіп қалды. Және де мына 36-37 размерге 3 жіп қана кетті, және 3 жіптен қалғаны мынау. Тағы да қалып тұр. Ал 39 размерге 4 жіп кетті, онда бірақ соңғы 4-ші жібі соң толықтай аяқталмаған болатын. Яғни оғанда бір 3,5 жіп кеткен болып тұр ғой. Қазір қараңыздар, мана біз соединять етіп алдық, мынау соңғысыне. Одан кейін мына жаққа қарай өтуіміз керек қой. Енді соединять еткеннен кейін мынау бірінші петля тұр, сол бірінші петляға крючокты кіргіземіз. Артқа қарай жүріп жатырмыз ғой енді. Тоқып шығарып алдық та, енді осыны. Так, дұрыс болмай кетті, қазір тұра тұрыңыздар. Бірін ортасынан кіші шығып кетпеу керек та мынау. Столбики без накида тоқи береміз, бірақ артқа қарай. Қарап отырыңыздар, қыздар, мына келесі крючокқа кіргізейін деп жатырмын. Мына көрінбей қалғаны. Келесі мына петля ғой, соны крючокты соған кіргізейін деп жатырмын. Келесі петляға міне кірді. Одан кейін мына өткізіп аламыз жіпті бері қарай. Көрдіңіздер ма? Сол кезінде мынау айналып бірінші болып қалып тұр да, мына бірінші петля екінші болып қалып тұр. Осылай айналып шығу керек. Сол кезінде жаңағы біздің рачишак шығады. Мына келесі петляға кіргіземіз. Шығарып аламыз, және осы екеуін тоқимыз. Келесі петля кіргіздік. Шығардық. Тоқимыз. Осылайнан әр қайсысын жеке-жеке. Қазір тағы да дұрыстап ашық көрсетемін. Мынадай болып әрленіп шығады. Міне қыздар, тұр ғой петля. Келесі тұрған петляға
крючокты кіргіземіз. Мінекей крючок ар жағынан кірді. Мына петлямен крючокпен бері жаңағы жіпті іліп алып шығарамыз. Тағы да ортасына кіріп кетті. Қайтадан көрсетейін. Петляны кіргіздік, іліп алып шығардық. Мінекей бізде крючокта екі жіп тұр, міне, екі петля тұр. Осы екеуін қосып тоқимыз. Тағы да келесісіне кіргіздік, жіпті іліп шығардық. Бері қарай мінекей екеуі болды, соны тоқимыз. Әдейі тоқып жатыр, мынау повороттарға дейін көрсін деп қыздар. Қазір келесі мінекей повороттағы тоқылды. Енді бұрылған кезінде мынау тұрған жаңағы кірген петляға қайтадан тағы да біреуін тоқимыз. Осындай бұрылатын жерлерінде бір петляға екеуі тоқылады да, сонда міне тоқылды. Енді әрі қарай есептеп, мына жерлерде енді әрқайсысында петля болып тұрған жоқ қой. Мына жерлерде уже петля емес, анау жолақтардың бас жақтары, оларды да мысалға примерный мінекей мына жерге келеді, келесісі осылай тоқисыз. Тағы да қарайсыз, келесісі мына жерге келеді. Келесі мына жерге келеді. Осылайынан өзі кішкене көрініп тұрады, петля тоқитын жерлері. Сіздерге қатардың соңына дейін тоқып көрсетейін дегенмін ғой. Мына осылайынан әрленіп жатыр. Соң жағында тоқисыздар да, манағыдай жаңағы артық жерін, соңғы петляны тоқып, артық жерін қиып аласыздар да, артық жерін астыңғы жағына қарай тығып жібересіздер. Барлық нені қалай істедік, тура солайынан. Соң жағына кеп қалдым, енді до конца жүре салайық. Осындай петля жоқ жерінде қыздар, петля жоқ жақтарында жаңағыдай мысалға бүйтіп қараған кезінде мына жер уже келесі петляға келіп тұр, осылайынан астынан кіргізесіздер да, петля сияқты тоқып кете бересіздер. Мінекей соң жағына кеп қалдық. Ең соңына тоқып жіберейін мына жерге. Менде соңғы петляны жаңағыдай неғып тоқымайша соединять ете салайық. Мінекей осылай аласыздар да, тоқымай міне соединительный қылып істеп, осыны қазір қиямыз. Қиғаннан кейін бірден күйдіріп жіберіңіздер қыздар. Әйтпесе мынау жіп сетінейді екен. Практикамда көрдім қалай сетінейтінін, сондықтан кішкене күйдіріп жібереміз. Бірден. Сосын мынаны
былай өткізіп аламыз да петлядан. Қатты тартасыздар, сөйлеп кетпейді сол кезде. Мінекей мынау артық жіпті былай қарай, мынау ішкі жағына қарай қазір жасырып жібересіздер. Видео барысында мен қалай жасыратынын көрсеттім. Осылайша мінекей мына жерді біз әрледік, бұл бітіп тұр қазір мына жері, Енді бізде әлі мына жағы бар. Мына жақтан бастайсыздар да, былай бастап келіп, мына жағына дейін аяқтап, тура мына жерге дейін келесіздер. Болды сонымен. Одан кейін мына ішіндегі тілдің бас жақтарында әрлейсіздер. Сонымен толық біздің мынау аяқ киімнің тоқылуы бітеді. Тағы да бір видеоға салып көрсетемін қазір.